Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Мен сіздерге қойдың етін мүшелеуді үйретейін деп жатырмын. Мен каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қол етінен бастаймыз. Қойды мүшелеген кезде безге аса мұқият болу керек. Қол еті мүдірек бауыр. Мына жерінде бездер болады, тамырлармен. Пышақты сүйекке салмаймыз. Біз буынмен кесіп шығар. Бұл бауырын тұздауға да ыңғайлы болсын бөліп қоямыз. Күнделікті бөліп аламыз. Етіне қалады. Немесе мияқты бөліп тастаса да болады. Екінші қолықта қабырғаға жеткізіп кесіп аламыз. Мойынның еті кетіп қалмау керек. Мойын еті қалады. Тек қана қолдың еті шығады. Мына жерден безді ұмытпай бірге алып кету керек. Тамақ тастаған кезде. Және де қолтық безі болады. Ұстаған кезде қолға бөлінеді. Соны бірге алып тастаймыз. Майын қалдық, тек қана тезін алып шығамыз. Мұны тура солай әдіспен сүйекке жеткізіп етін бөліп аламыз. Давно было вот это. Жерден әрін салт басқа иттер қара қасқа дейді. Негізі әр жерде әртүрлі мас қойылады. Жалпы біздің өңірдегі мас қойыспен көрсетіп жатырмын сіздерге. Әрін табақ әртүрлі болғандықтан соған байланысты еттің сүйекті қалмауға әртүрлі болып шығады. Енді төс табамыз. Сойған кісінің қателігі сүбені ортасынан әкеліп басылған екен. Төс етекті бөліп аламыз сүбені. Сүбеде әжептәуір ет қалу керек негізі. Төсті бөліп аламыз. Қабырғаны төс сүйегінің арасында шемешек болады, салатын. Соны кесіп өтсеңіз тезірек шешіледі. Төсті шешіп аламыз. Төстің үстін майдан бөліп алып тастаймыз. Төсіңіз бөліп жеке қалмайды. Мына жерде жабысқақтар қабырғаға жабыстырып маған үйрететін.
төс өзгеріш. Ал енді сүремен қосып қабырғаны шешеміз. Мына жерде без болады. Сондықтан ұмытпаңыздар. Мына жағында қарап көрсетейін. Осыны қабырғаны сыртынан етін тіліп алсам оңай болады. Және де белдеме қоңыртқаның еті қабырғаның басына кетіп қалмайды. Осыған шешіп көрсетіп аламыз. Қабырғаның басын доңғалары омыртқада қалып қалмауын қадағалау керек. Сүйіп қалғанда адам жатып жүруі мүмкін. Пышақты жүргізіп отқанда өзі жегімен тауып шығарып отырады. Қатты күшті алмау керек. Кейбіреулер болады ғой бүйтіп, бір-ақ тартады ғой бүйтіп. Тырқ еткізіп ше. Іші сыртынан жаңағы тіледі да. Қатты бір-ақ тартып өтеді ғой. Қойма. Қабық сүйендіріп алды. Онда сыртын қабырғасын тіліп аламыз да, ішінде тіліп былай тартқан кезде жұлып шығу керек. Әрбір қабырғаның бастарын шығарып алсаңыздар, арнайы сол кезде тез жолға салуға болады. Енді мойындауымыз. Мойындайтын көйлектен қырып алу керек. Сүйектің өзінен алу. Мойындайтын керек. Мойынды тек шауып тымыққа салса. Енді белдеме омыртқаны белдемеден білеміз. Барлығы өз буынымен кетеді. Екі үшке өткізе салу керек. Екішке өткізе салуға белдемені алып аламыз.
спун қылып шақты салсаңыздар өзі онымен ұтқан шығады. Белдемейтін сәттілсеңіздер суыны да тұз айтып болсаңыздар тұз суыны шапты айырып қуықты қуыққа жабай болу керек. Егер тіліп кететін болса екіге тисе екі бөліп кетуі мүмкін. мына ұрғашы мал ғой деймін. Ұрғашы оның көтеншегімен қуықпен бірге алсаң. Оны айтқан жатыр ғой, иә? Көтеншек, жатыр жас малға дамымаған сияқты. Бұны не істейді? Қуық. Қирлауға келмейді, иә? Көтеншек ашып алып десе болады, қуықты қыса керек. Енді тек айырып. Басты бөліп аламыз. Сәл құйрықтың шетін қалдырып міне. Бұл бізде не ма? Құйымшақ па? Құйымшақ. Сандарды жатқанымыз. Мына жерде де қамыр безбен бірге шығады осыған. Көңіл бөліңіздер. Тамыр безі. Басты. Бөліп аламыз. Бөліп маймен. Бұл біздің атамыр тартып алмайды, және де мына тұстады. Бұны деп шасқан көрдім. Соны қалып, өзі мәжін кесіп те салады. Бөлік соны көп қалады. Мәжін столықталып шығымыз. Тоқ шығады. Дәл солай. Осы шықтады. Одан басын ойығынан сүйектің басын алып шыққаныңызда яғни ұршық ма? ұршық тапсыңыздар оңай кесіледі.
тез суынады